Сәлем достар, қысқаша фильм арнасына қош келдіңіздер. Каналды қолдап жазылып лайк басуларыңызды сұраймын, алда көптеген видеолар болады. Бүгін біз 2024 жылдың ең керемет пчеловод атты экшн фильміне шолу жасайтын боламыз. Элоиза Паркер өз үйінде жалғыз тұратын зейнеткер мектеп мұғалімі. Алайда ол гаражын омарташының тыныш өмірін сүретін Адам Клей есімді адамға пәтерге жалға береді. Адам мейірімді әйелге оны өзінің паналатқаны үшін алғыс айтады. Ал Элоиза квартирантын кешке асқа шақырады. Содан кейін омарташы жігіт сүйікті араларына оралады. Осы уақытта Элоизаның компьютеріне күрделі техникалық мәселелер туралы ерекше хабарлама келеді. Осыдан кейін оған қолдау көрсететін маман қоңырау шалады. Ол туындаған мәселені шешу үшін не істеу керектігін кезең-кезеңмен түсіндіреді. Бірақ кемпір мұны Гарнет бастаған алаяқтар істеп жатқанын білмейді. Олар оның компьютеріне алдап, банктік шотынан $2 миллион астам ақша алады. Элоиза есеңгіреп қалды, өйткені бұл оның ақшасы емес болатын. Ол басқаратын қайырымдылық қорының қаражаты еді. Кешке Адам Элоизаның үйіне кіріп, бірден ас үйден қатты түтін иісін сезеді. Содан кейін ол қонақ бөлмесінде оқ жарақаты бар өлі үй иесінің денесін табады. Көп ұзамай қайтыс болған Элоизаның қызы Верона бастаған ФБР агенті полиция пайда болады. Адам бірден қамауға алынады. Ал Верона біреу анасының банктік шотынан барлық ақшаны есептен шығарғанын анықтайды. Агенттер Адамның кемпірді өлтіруге қатысы жоқ екенін тез біледі. Сөйтіп Верона ер адамды бір шыны кофеге шақырады. Қыз ағасы бірнеше жыл бұрын соғыста қайтыс болғанын өкінішпен айтады. Ал енді оның анасы да қайтыс болды. Веронаның айтуы бойынша Элоиза компьютерлік алаяқтардың құрбаны болды. Олар қайырымдылықтың банктік шотын бұзып, кемпірді өмірден озуына мәжбүр етті. Ал агенттің пікірінше қылмыскерлерді жауапкершілікке тарту іс жүзінде мүмкін болмайды. Мұны естіген Адам алаяқтарды қатыгездіктері үшін жазалауды шешеді. Өз ұясына келген ол таратқыштарды іске қосып, өзінің құпия омарташы атымен агенттен сұрайды. Оған Элоизаны тонаған алаяқтар тобы туралы барлық ақпаратты жинаңыз деп бұйрық береді. Қылмыскерлер кемпірге қоңырау шалған жерден кеңсенің мекен жайын білгеннен кейін, Адам 2 бензин құтысын алып, алаяқтардың кеңсесіне бет алады. Жол бойында оның жолын жауып тастауға тырысқан күзетшілерді ұрып тастайды. Ішінде омарташы алаяқтық компанияның барлық қызметкерлеріне олардың шіріген кеңсесін күлге дейін өртейтінін хабарлайды. Бірнеше зұлым адамдар шақырылмаған қонаққа шабуыл жасайды, бірақ ол оларды оңай шетке тартып, жиһазбен жабдыққа бензин құя бастайды. Пайда болған Гарнет өзінің қол астындағыларға Адамды өлтіруге бұйырады. Содан кейін ер адам оның шынымен не істей алатындығын көрсетеді. Сонымен қатар омарташы Гарнетке және басқаларға қашуға мүмкіндік береді. Содан кейін күшті жарылыс кеңсені қиратып тастайды. Гарнет болған оқиға туралы дереу өзінің бастығы ірі технологиялық компанияның басшысы Дерек Данфордқа хабарлайды. Содан кейін Дерек бұрынғы СРУ-дың директоры және қазіргі қауіпсіздік бөлімі компаниясының бастығы Уоллес Вестфитке барады. Және оған қандай да бір оңбаған олардың кеңсесін жарып жібергенін хабарлайды. Сонымен қатар бұл қарапайым кол орталық еді деп алдап жібереді. Содан кейін олар сол оңбаған адамды табуды сұрайды. Бірақ Уоллес әзірге өзінің барлық күшін пайдаланудан бас тартады. Кейінірек Веронаға оның серіктесі Уайли қоңырау шалып, алаяқтардың кеңсесінде үлкен жарылыс болғаны туралы хабарлайды. Деректің бұйрығымен бірнеше қарақшылармен бірге Гарнет Адамның омартасына барады. Онда ол барлық ұяларды бұзады. Содан кейін ол гаражда бал банкаларын аударып тастайды. Бұл оңбағандар омарташыны байқап, оны атуға тырысады. Бірақ тәжірибелі күрескер бұл зұлымдарды жеңеді. Және бір Гарнет қалғанға дейін бәрімен күреседі. Омарташы Гарнеттің оң қолындағы барлық саусақтарын кесіп тастайды, бірақ содан кейін оған қашуға мүмкіндік береді. Жараланған Гарнет көлігіне жетеді. Ол жерден Дерекке қоңырау шалып, омарташының олар ойлағандай оңай емес адам екенін айтады. Күтпеген жерден Адам қаскүнемнің қолынан телефонды жұлып алады. Содан кейін оны көлікке байлап, көлге лақтырып жібереді. Дерек оның қол астындағы адамның өлтірілгенін естігеннен кейін, Адам телефон арқылы қылмыскердің өмірін нағыз тозаққа айналдырамын деп қорқытады. Бұнымен ойнауға болмайды деп қорқып, Дерек тағы да Уоллеске барады. Ол дәл сол зұлым адам оны бірнеше қол астындағыларды өлтіріп, оны қырғынға ұшыратамын деп қорқытты дейді. Сөйтіп, өзіне көмектесуін жалынып сұрайды. Уоллес құлықсыз келседі, ол Деректің артында қандай да бір қараңғы істер жатқанын болжайды. Алайда ер адам Деректің анасына қазір өлім қаупі төніп тұрған ұлына қарауға уәде берген еді. Әлемдегі ең мықты жауынгерлердің бірі омарташы оның соңына түскен еді. Верона мен Уайли алаяқтық байланыс орталығы колл-центрді тергеуге байсалды қарайды. Олар сондай-ақ омарташының шынайы тұлғасын анықтауға тырысады.
Бірақ мәліметтер базасында бұл туралы мүлдем ақпарат жоқ. Осы кезде кезекші полиция қызметкері оларға оң қолында барлық саусақтар кесілген, өлтірілген Гарнеттің денесі табылғанын хабарлайды. Ашуланған омарташы туралы жаңалықтар Деректің анасы Джессикаға да жетеді. Ол Уэллстен ұлын кез келген жағдайда қорғауды сұраған еді. Уэллстің келіспеуге амалы болмады. Өйткені ол Джессикаға үлкен қарыздар еді. Уэллс ЦРУ-дың қазіргі директоры Джанетке ашуланған омарташыны тоқтатуды сұрап, кідіріссіз қоңырау шалады. Джанет бірден омарташылардың басшысына қоңырау шалып, олардың ең жақсы жауынгерлерін Адамды ұстап алуға жіберуді талап етеді. Адам жанармай құю бекетіне кіргенде кенеттен бір қыз пайда болып, оның көлігіне оқ жаудырады. Бұл қыз да бір қатыгез омарташының бірі еді. Оның міндеті Адамды жою. Бірақ ер адам көлікте болмай шығады. Бірақ артынан полиция машинасы пайда болып, содан кейін әйел полицейлерді аяусыз атып тастайды. Ақыры Адамды көргенде әйел өзінің жүк көлігінің артына секіріп түсіп, оны пулеметпен атуға тырысады. Адам кәдімгі бал банкасының көмегімен қызды нокаутқа жібереді. Содан кейін ол саусағын кесіп тірідей өртеп жібереді. Не болғанын біліп, әрі қарай құрбандардың өміріне жауап бергісі келмей, омарташылардың жетекшісі осы сәттен бастап Адамды қудаламайтынын хабарлайды. Уэллс енді өз бетінше әрекет ету керек екенін түсінеді. Келесі күні Верона мен Уайли төбелес орнында қуатты пулеметтер мен аралар туралы өртенген кітапты табады. Осы уақытта Уэллс ең мықты деген жалдамалы адамдарды жалдап, оларға Адамды көрсетеді. Ол әлемдегі ең қауіпті адамдардың бірі болып табылады, мақсаты оны жою. Сонымен бірге ЦРУ директорының орынбасары Прик Верона мен Уайлимен байланысады, себебі олар омарташы туралы көптеген мәліметтер білуі мүмкін еді. Алаяқтық байланыс орталықтары туралы істі өз тергеуін жүргізетіндер, яғни ФБР агенттері Пригоға хабарлайды. Омарташының келесі мақсаты 9 нүкте орталығы болуы мүмкін. Планетамыздағы барлық алаяқтық байланыс орталығын Дерек басқарады. Бұл орталықтың директоры Рико Анзалони бұрын танымал алаяқ болған. Осы ақпарат арқылы агенттер алаяқтар тобы туралы қосымша тергеуді толық қаржыландырады. Сонымен қатар 9 нүктенің орталық кеңсесінің жанында бір уақытта ФБР отряды пайда болады. Олардың мақсаттары Адамды құртуға тырысып жатқан Уэллстің алаяқтары мен жалдамалы әскерлері еді. Жалдамалылар бірден ішке кіріп Рикке қарай бет алады. Адамның олардың соңына түсетініне сенімді. Осы уақытта Адам өзін қарапайым өтіп бара жатқан адам ретінде көрсетіп, ФБР агенттеріне сырттан келіп, оларға күтпеген жерден шабуыл жасайды. Жауынгерлер тобы бірден оған шабуыл жасайды. Бірақ омарташы олар үшін тым мықты еді. Бірнеше минуттан кейін ол қарсыластарының бірін ұстап ғимаратқа кіреді. Кеңсеге тыныш кірді. Оны қаруланған жалдамалылар күтіп тұр еді. Мұндайды күтпеген есеңгіреген жалдамалылар оған оқ жаудырады. Бұл омарташыны ғимараттың дәліздерінде олардан жасыруға мәжбүр етеді. Осылайша Адам бір жалдамалыны екіншісінен кейін ұстап алып жойып жібереді. Содан кейін ол бірнеше қарсыластарын лифтке апарады. Олар онда қуатты бомба күтіп тұрғанын білмейтін еді. Олардың бәрін жойғаннан кейін омарташы кеңсеге оралады. Ал ол қорқыту мен Риктің Деректе жұмыс жасайтынын мойындауға мәжбүр етеді. Риктің айтуынша Дерекке қол тигізе алмайды, өйткені ол өте күшті адамның ұлы. Алайда бұл Адам бақытсыз кемпірдің өлімі үшін кек алуды тоқтатпайды. Осы кезде Верона мен Уайли арнайы күштермен бірге ғимаратқа жүгіреді. Бірақ омарташы бұлардың көз алдарында жоғалып кетеді. ФБР агенттері Риктің ноутбугындағы Деректің компания алаяқтарындағы фотосын көріп өз көздеріне өзі сене алмайды. Содан кейін Дерек пен Уэллс омарташы олардың барлық жалдамалыларын өлтіргенін біледі. Сөйтіп Джессикадан көмек сұрайтын уақыт келді. Дерек анасына қоңырау шалады, ал оның анасы ақш президенті еді. Осы уақытта Верона мен Уайли Прикке Деректің бүкіл әлемдегі алаяқтық байланыс орталықтарының желісіне иелік ететіндігі туралы есеп береді. Бірақ ең қорқыныштысы, Дерек қылмыстық жолмен пайда болған ақшаны президент компаниясын қаржыландырып отырған. ФБР агенттігінің айтуынша, омарташының келесі мақсаты ақш президентінің өзі болуы мүмкін. Прик агенттен бұл туралы ешкімге айтпауын сұрайды. Және оған таң қалдыратын жаңалықты жеткізу үшін президентке барады. Уэллс Адамның қайтадан қашып үлгергеніне ренжіп, Дерекке теңіз жағасындағы анасының үйіне тұруды ұсынады. Президенттің сарайындағы құпия қызметтің қорғанысын пайдаланып, Уэллс жаңа жалдамалыларды жалдайды. Бұл жұмысты кезінде омарташылардың бірін өлтірген аяусыз Лазарус басқарған топқа тапсырады. Кезінде ол омарташы үшін аяғынан айырылған екен. Көп ұзамай президент те сол жерге келеді.
Біраздан соң Адам канализация тесігінен шығады. Ол бірден құпия қызметкерлердің жүк көліктерінің бірінің түбіне ілініп тұрады. Содан кейін омарташы жауынгерлердің бірін ұрып түсіріп, оның формасын киеді. Дерек зәулім үйдің бір бөлмесіне келген кезде күтпеген жерден оның анасы келіп, сені қандай жағдайда болсын қорғаймын деп уәде береді. Оның көптеген қылмыстарға қатысы бар екенін білмейтін еді. Осы уақытта Адам бірнеше көлікке жарылғыш заттарды орнатады және сол кезде зәулім үйде өтіп жатқан кештегі көпшілікпен араласып кетеді. Прик Дерекке қатысты көптеген сұрақтар қояды, яғни көптеген алаяқтық байланыс орталықтарының президенттің ұлының қылмыскерлермен байланыста деп күдіктенеді. Кеште Верона мен Лазарус Адамды байқап, мылтықтың астында оны тізе бүгуге мәжбүр етеді. Уэллес омарташыны өлтіруге бұйрық береді. Бірақ ол қарсыластарынан асып түсіп, жүк көліктеріндегі бірнеше бомбаны қашықтықтан жарып жіберіп, жиналғандардың барлығын таң қалдырды. Айналасындағылардың шатасуын пайдаланып, Адам лазердан қаруын тартып алады, оны бетінен атып өлтіріп және қашып кетеді. Приктің қысымымен Дерек көптеген қаржылық қылмыстарды мойындайды. Ол мұны анамның игілігі үшін жасадым деп ақталады. Алайда Джессика ашылған шындыққа мүлдем риза емес. Ол омарташыға және бүкіл әлемге ұлының нағыз қылмыскер екенін мойындау туралы шешім қабылдайды. Бұл Деректің өмірін сақтауға көмектеседі деп үміттенеді, бірақ оның саяси мансабын бұзатыны сөзсіз. Сонымен қатар Адам сәтсіздікке ұшырап, Дерек орналасқан бөлмеге барып, жол бойында көптеген қарсыластармен күреседі. Лазарус күтпеген жерден омарташыға бұрыштан шабуыл жасайды. Қарсыластар күшті соққылармен алмасады және бір-бірін бірнеше жерден пышақпен жарақаттайды. Бірақ Адам қауіпті жалдамалыны жеңіп өлтіре алады. Омарташы президенттің кабинетіне жетеді, оны Уэллес тоқтатады, ол ер адамды ойланып көндіруге тырысады. Бірақ оның орнына омарташы саусақтарын сындырады. Адам жарылғыш құрылғыны есікке қойып, жарылыстан кейін бірден бөлмеге кіріп кетеді, оған Верона мен ФБР-дің қалған агенттері қосылады. Ашуланған Дерек Прикті өлтіріп, анасын кепілге алады. Ашуланған Дерек өз әрекеттері үшін жауап бергісі келмегендіктен анасын атуға тырысады. Бірақ атпас бұрын Адам оны алдымен өлтіреді. Ал Джессика болса қорқып кетеді. Осыдан кейін Адам терезеден тез секіреді. Верона омарташыны жағадан қуып жетеді, бірақ ол Адамды атпауға шешім қабылдайды және қаруын түсіреді. Президент пен басқа құрбандар үшін кек алу заңды ұстанудан гөрі маңызды деп санайды. Адам алдын ала жасырылған киімді киіп су астында жасырылады. Құпия қызметтің жауынгерлері оны қуып жетпестен бұрын. Кино осымен аяқталады, ал сізге Пчеловод фильмі ұнады ма? Комментарийларда бөлісе кетіңіз. Көргендеріңіз үшін көп рахмет. Жаңа кездесулерге дейін сау болыңыздар.